Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бүгінгі влогта сіздермен кішігірім жұмыстарыммен және де тоқылып жатқан үлгілермен бөлісетін боламын. Тымудан алынған жіптерге кезек берсек, мен дәл осы екі түсті кезекте бір влогтарда айтып кеткенмін. Өзім жолдасыма арнап оюлы шапка тоқимын деп, бірақ та тоқу барысында түсі енді қатты ер адамға келмейтінін түсіндік. Міне тоқып бастаған болатымын. Төменгі резинкасын және маған өте қатты ұнағаны резинкасын жақсы ұстайды екен. Әрине бұл әлі жуылмай тұрған көрінісі. Жуылғаннан кейін білмеймін, енді резинкасы қандай болатынын, бірақ жуылмай тұрған кездегі көрінісінде маған резинкасының өзін ұстауы өте қатты ұнайды. Және қалпына келеді. Міне мысалы созып қойсақ қалпына жақсы келеді. Екі қабаттап тоқып бастаған болатымын. Жалпы ілмектері де қатты қисық емес, өте әдемі болып шығып жатыр. Мен ендігі бұл екі түсті қолданып кішкентай үлгі тоқып қойғанмын. Инебітпен полоска түрінде әзірге таппай қалдым. Және жуып түстері бір-біріне жұғады ма көрдім. Ешқандай өзгеріс болған жоқ. Ол үлгіні алдағы уақытта тауып жатсам көрсетемін. Жалпы түстері бір-біріне жұқпайтынына өте қатты қуаныштымын. Ендігі бұл жіптерді қолданып мен басқа бұйым тоқитын боламын. Қазір кезекте бөлісемін. Бірінші кезекте тоқып бастаған этно жилетті көрсетіп кеткім келеді. Алдыңғы видеоларда айтып кеткендей, ендігі мен этно жилеттің бір бөлігін тоқып қойдым, яғни алдыңғы бөлігінің бір жартысы. Бұл менің қызыма арналып жатыр, кішкентай өлшемде. Және де ендігі нәтижесі алдарыңызда. Бұл жилетті, яғни оюды тоқу маған оңайға соқпады. Көрінісі ұнамай бірнеше рет тарқатылып тоқылған жұмыстың бірі. Ендігі жіпті де жұқартып, әбден жіптің берекесін алдым. Енді оюды тоқу бірден маған оңайға соқпады. Бұл оюдың өзін шығару маған бір апта қажет болған шығар. Бұл жерде түн жарымға дейін отырдым. Күні бойы ойым маза бермеді қалай жасайтынымды. Яғни күндіз түні тоқып әуреленген осы бір квадрат ою. Сонымен өзіме керекті нәтижеге жеткен сияқты болдым. Одан кейін жоғарғы бөлігін тоқыдым. Бұл жерде мен проймасын тік жасауды жөн көрдім. Қосымша фото салып кетем. Pinterest'тен қарап отырып, маған осы тік пройма ұнады. Және өзім алғашқы жұмыстарымның бірі нақты осы бел буып, крючокпен мен бір бұйым тоқуым керек деп шешімге келгеннен кейін мен қарапайым нұсқада болатындай таңдадым. Мен әлі осылай проймасының ойық кететінін, жалпы мойын ойығы, иық қиығы деген сияқты крючокпен алғаш рет жасадым. Және бұл менің өзімнің тәжірибеммен жасалған. Ешқандай ақпаратпен ютубты қарап мен уақытымды өткізгім келген жоқ. Бірнеше қателіктен кейін өзіме осындай V-образды мойнына ойық жасадым және маған көрінісі өте қатты ұнап тұр. Келесі иығына да мен бірнеше тарқату арқылы сәл осындай анатомиялық көріністе иығы қиғаш түсіп тұратындай көрініске алып келдім. Барлығына өзім көңілім толды деп айтуға болатын шығар. Әрине басында мен тарқатып тастағым келді. Осы көріністің өзінде маған бір ойымнан шықпай тұрған сияқты болды, бірақ келесі күнді күтейін дедім, яғни түнде тоқылғаннан кейін келесі күнгі көзқараспен қарайын деп. Және буламай тұрған кезде бұл осылай бүктеліп, көрініс онша болмаған. Қазір булап қойдым. Сонымен міне кішігірім нұсқасы алдарыңызда. Және мен ендігі екінші бөлігінде тоқып бастадым. Екінші бөлігінің міне проймасынан жоғары қарай тоқылып жатыр. Бұл жерде ешқандай өрнек жасамаймын. Барынша менде минимализм стилінде болады. Көремін енді. Мүмкін бұл тұсына бірдеме ойластыратын шығармын. Әзірге алдына қоятын, осы бекітіліп тұратын, алды жабық болатындай түйме, немесе кнопка, немесе қапсырма жасаймын ба, оның барлығын қазір ойлану үстіндемін. Толық дайын болған кезде бірге білеміз нәтижесін. Екінші нұсқасы осындай көріністе, өте қарапайым, өте тез тоқылады. Яғни осы өрнек тоқылмағаннан кейін бір түспен, негізі ілмекпізбен бұйымдар тез тоқылады. Егер жақсы жіп және көлемді әрине ілмекпіз таңдасақ. Бұл мен үшін енді тез тоқылып жатқан жұмыстардың бірі. Бүгін менде сейсенбі және сағат 3 болып қалды. Енді кешкі тамақ бастағанға дейін мен екінші бөлігінде тоқып бітіремін деген ойдамын. Одан кейін қызыма кішкене көремін. Қызым сабақтан келгеннен кейін
осы проймасы қатты үлкен емес па, сол тұсын барын қарап, одан кейін арқа бөлігін бастайтын боламын. Жалпы осы жилет бойынша айтқым келген ақпаратым осымен аяқталған сияқты. Ештеңкені ұмытпадым деген ойдамын. Енді қосымша әлі тоқылып біткеннен кейін тағы да бөлісетін боламын. Жалпы көп созғым келмей, тезірек сіздерге ақпаратымен бөлісіп көрсетіп кеткім келді. Және жилетті осы өрнекпен тоқимын деп ойладым басында. Міне осылай оң тоқылу көрінісінде болатындай ілмекбізбен тоқылған, екі беті де бірдей көріністе болады. Осы әдіспен тоқып бастап көрдім, бірақ бұл тым қалың болады екен. Бұл бізде алдағы уақытта мүмкін көктемде кардиган тоқуға өте жақсы нұсқа екен. Тығыз және қалың түседі, жылы болатыны анық. Бірақ қазіргі жилетке, яғни жаңағы сырт киімнің ішінен кие салатын жилетке өте қалың түседі екен, және жіпті де көбірек жейді. Ауыр болғанын қалаған жоқпын, және жилетім тез тоқылсын деп мен жай қарапайым осы жаңа көрсетіп кеткен қарапайым әдіспен тоқып бастап кеттім. Қазір бұл жалпы сіздермен бөліскім келді. Осындай көріністе де тоқып алсаңыздар болады. Егер сіздерге ұнап жатса, сұрап жүрген қыздар болды, жекемен шығып сұрайды, осындай өрнек қалай тоқылады деп білмей жүрген қыздар бар екен. Бұл өрнекпен мен торба сөмкесін тоқыған болатынмын, бірақ ол жерде әрине айналдыра тоқып шыққанмын. Енді айналдыра емес, осылай кезекпен тоққан кезде сәл кішкене бірінші ілмектерін тоқу барысында мүмкін түсінбей қалуларыңыз мүмкін, бірақ YouTube арнасында видеосы бар, сол бойынша қарап алсаңыздар болады. Міне бөліскім келгені осы. Алдағы уақытта енді кардиган тоқуға жақсы бір қосымша бір идея деп айтып кетейін. Келесі кезекте тағы да ілмекбізбен жұмыс. Бұл менде өзіме арнап капр, шарф, капюшон тоқып бастадым. Және ілмекбізбен өзім ойламаған жерден осындай әдемі өрнекпен, бұл жерде бізде инебізбен тоқылған сияқты көрініс. Маған өте қатты ұнайды осы узор, және өте қолды ұстайтын жұмыстың бірі, өрнектің бірі, яғни мен сол Темудан алынған жіптің осы сүт түсінен 2 қабаттап тоқып жатырмын. Бұл жердегі ілмекбіз 3,5 мм. Мүмкін маған 4 мм-лікті алып тоқу керек беді. Сол кезде кішкене жұмыс жылдамырақ жүреді ма деген ойлар келіп жатыр. Және де осы шетінде де кішкене қателіктер жібергенім бар міне. Қисық кеткен тұстары маған жалпы ұнамай тұр. Сол себепті мүмкін тарқататын шығармын. Бұл капырды негізі 1 апта болды тоқмай кеттім. Себебі біз қысқы каникулда балаларды сол төркініме апарып бірнеше күн болған кезде сол жаққа тоқимын деп апардым, бірақ тоқи алмадым. Одан кейін үйге қайтқан кезде бірге алып кетуге ұмыттып, осы 1-2 күн ғана болды қолыма алғаныма. Сол себепті де тоқылмай әзірге тұр. Мүмкін оның да бір өзінің себебі бар шығар деп ойлаймын. Бір нәрсе екінші затқа себеп болады дегендей, мен осы капр, капюшоным қалып қалғаннан кейін мен ендігі крючокпен тоқығым келіп жилетті бастап кеттім. Мен өте қуаныштымын сол жилетті тоқып бастағаныма. Осы капр қалып қалмаған болса, мүмкін ол проект басталмайтын да еді. Жалпы маған көрініс өте қатты ұнап тұр, түсі де, өрнегі де, бірақ енді қатты капюшон үшін қатты тығыз сияқты көрініп тұр. Мүмкін сол 4 мм-лікке көшетін шығармын. Болмаса бұл ілмекбізбен капр тоқылмайтын да шығар. Инебізбен тоқып бастармын, оны енді алдағы уақытта көремін. Мен негізі бір затты тоқып аяқтағанша менің ойым сан өзгеріп, ол проекттің біте қоюы екі талай негізі. Нақты бір мақсатпен тоқылып тез бітетін жұмыстар болмаса, өзіме келген кезде мен көп ойланамын. Ендігі дайын жұмыстың бірі осындай этно шапка. Өзімнің шеберлік сабағым арқылы тоқылды. Ер азаматыма арналған шапка. Мен қызыл және ақ түсті қолданып тоқимын деген болатымын, бірақ жаңа видеоның басында сіздерге Темудан алынған жіпті айтып кеткен болатымын, қателеспесем. Және ол түстер құпталмағаннан кейін міне дәл осы екі түсті қолданып тоқып шықтым, және көрінісі өте қатты ұнайды.
Бұл жерде Alize Lana Gold классик жібі қолданған. Осындай қою көк және сор түсінен қосылып тоқылды, және төбесінде помпон. Өте меніңше әдемі шықты. Жолдасым ендігі тоқылғанына біраз болды. Жолдасым киіп жүр. Бүгін тек алып қалдым. Осы видеода көрсетіп алайын деп шапканы алып қалған болатынмын. Бұл жерде мен сіздерге қазір бір түсін көрсеткім келеді. Бұл ең үлкен бас айналымына арналып тоқылды. 56, 58 және 60 сантиметрге келетіндей өлшемде тоқылған. Қателеспесем 94 ілмекпен тоқып шықтым. Және сіздерге көрсеткім келетіні, біз ілмек қосқан кезде кішкене өрнегіміз осы басталған тұсында өзгереді деп айтып кеткенмін. Және міне байқасаңыздар, бізде өзгеріс бар. Міне енді бұл жерде айырмашылығын қазір көрсетіп кетейін. Байқасаңыздар, міне төменгі жағында осы тұста кішкене оюдың өзгерісі бар. Және бұл 94 ілмекпен тоқылғаннан кейін оюдың көрінісі өзгереді деп айтып сіздерге сабақ барысында түсіндіріп кеткенмін. Дәл солай қараңыздар. Тоқыма менде осы аралықтан басталған. Ары қарай айналдыра тоқып келген кезде мына тұсында ғана өзгеріс бар. Бұл жерде айырмашылық бір 7 ілмек қана болды ғой деймін, қателеспесем. Барлық ақпаратты қосымша жазып отырамын. Одан кейін мен бұл бірінші рапортты тоқып алғаннан кейін қарап өзім ойлансам, бұл жердегі мына тоқылған аралық оюдың екінші қабырғасына келеді екен. Мен келесі рапортты тоққан кезде дәл осы төменге түсіп тұратындай көріністе жасап алу үшін қайтадан осы кестеге кішкене өзгерту жасап өзім үшін міне екінші рапортта тоқып шықтым. Міне айырмашылығы білініп тұр деп ойлаймын. Бұл тұста түзу шықты, мына тұста кішкене бір қабырғасы жоғары кетіп қалған. Және тағы да бір айырмашылық, әрине бұл жерде екі ою бірдей көрінеді. Яғни бізде өрнегіміз біреуі төңкеріліп тұрған, біреуі жоғары кетіп тұрған көріністе болады. Ал енді осы тұста кішкене ілмек саны өзгеріс болғаннан кейін екі ою бірдей көріністе болып қалады. Меніңше ол ешқандай бір кедергі емес. Және де білінбейді ешқандай екі оюдың бірдей екені. Және үшінші рапортта да дәл солай. Осы екінші әдісті қолданып тоқып шықтым. Енді төменгі бөлігі осы манжетімен, төменгі резинкасымен жабылып тұратын болғаннан кейін тарқатқым келген жоқ. Осы бойда кете берсін дедім, ақыры көрінбейді деп. Ары қарай мен айналдыра тоқи бердім. Және маған өте ұнады. Төменгі резинкасын міне осылай жауып тұрады. Жаңағы бізде айырмашылығы көрінбейді сол кезде. Маған өте қатты ұнады. Енді ішкі көрінісін қосымша көрсетіп кетейін. Ішкі көрінісі де өте ұқыпты, әдемі болып шықты. Жалпы жолдасыма да ұнады. Ендігі киіп жүр. Мінекей. Бұл жерде айырмашылық тек помпон ғана. Помпон қарапайым әдіспен жай ғана қолға жіпті орап отырып жасай салдым. Кішігірім ғана. Өте бір ерекше стиль беріп тұрған сияқты. Бұл шапка қателеспесем желтоқсан айының соңғы күндері тоқылып аяқталды. Шыны керек, бұл шапканы әлі жуған жоқпын. Тек қана булап қойдым. Булап кішкене жұмсартып алып, ендігі қолданып жүрміз. Жалпы осындай әдемі көріністегі шапка шықты, өзіме қатты ұнады. Түстік үйлесімдері барлығы жақсы келіп тұр. Архив фотоларының ішінен бірнеше жыл бұрын тоқыған шапканы тауып алдым. Жылын қосымша экранға жазып кетемін. Бұл шапка сол тоқылған күйі бірден тарқатылған екен. Байқасаңыздар, ілмектері түзу емес, жуылмаған, және өзім жаңадан осы шапка тоқып бастаған кездерімнің бірі. Бұны көрсетіп жатқан себебім, бұл 2025 жылы тренд болған шапканың біріне ұқсайды екен. Яғни төбесі бірнеше бөлікке бөлініп бекітілетін. Мен бұл жерде қателеспесем 8 бөлікке бөліп бекіткен екенмін. Және төменгі бөлігі осылай бүктеліп тұратындай көріністе қосымша сабағын түсіргенде екенмін. Кейбір сабақтары сақталыпты. Өзіме қызық болып, ақпаратпен сіздермен де бөліскім келді. Бұл бейне шапкасы тоқылу барысында көрсеткен болатынмын, және осы тұсқа бір теріс ілмекпен жолақ тастадым дедім. Қызыл түспен жүргіздім.
жолақты жай ғана ілмекбіздің көмегімен жүргізіп шықтым. Ішкі көрінісі осындай. Бірақ бұл бейне шапкасы ендігі тарқатылады. Себебі ұлымның басына кішкене бос тұрады екен. Енді негізі жақсы тұр, бірақ ұлымның қалауы бойынша басыма жабысып тұру керек деді. Сол себепті қазір тарқатамын. Бірақ бұл шапка болмайды. Ендігі мен осы қысқарту тұсына дейін тарқатып, снуд ретінде ары қарай тік тағы да тоқып кететін шығармын. Өйткені шапкасы көп және өзі ұнағанын дүкеннен сатып алды. Сол үшін де бұл шапканы снудқа айналдырамын. Бізге қазір қатты қажет. Жалпы ұлыма да қызыма да снуд тоқу керек маған осы жақын күндері. Шапканы тарқату барысында жіптерді бір-екі тұсынан қиюға тура келді. Осындай көлемде жіптер қолдануға жарамсыз. Бірақ ол мені қатты өкінішке алып келмеді. Мен ендігі снудты тоқып алдым. Және міне снудта дайын болды. Мен қазір булап қойдым. Және мына жолағына әлі ешқандай түсті жүргізген жоқпын. Білмеймін, ол қажет па жоқ па. Жалпы шапка тоқимын деп алған 3 орам жіпте толығымен кетті. Өте қуаныштымын. Жіп артылып қалғанша толық сол проектке кеткендегі әсер ол ерекше біздің эмоция. Тоқып жүрген қыздар білесіздер, иә. Төменгі жағына мен жиегі қайтарылмайтындай көріністе болсын деп бір қатарды теріс тоқып кетіп, одан кейін бекіткен болатымын. Мына менде тоқыманың бастамасы. Бірақ соның өзінде жиектері енді қолдану барысында қайтарылып кетеді екен. Ол енді қатты да кедергі келтірмейді, бірақ өте жылы. Жалпы жиегі осылай қайтарылып кеткен, ол ұлыма кедергі емес, демек менің де көңілім орнында. Жақсы қолданыста өте қалың снудтың бірі болды. Бірден тоқып біте салып киіп кеткен болатын. Ертесі мен содан бері түсіре алмай жүргенмін. Енді қазір бізде Алматыда кішкене күн жылып кетті, сол себепті үйде тұр. Сол аралықты пайдаланып мен көрсетіп қалып жатырмын. Және әрине ұлыма тоқып бергеннен кейін бірден қызым маған да керек деп, сонымен мен қызымның шапкасын тарқатып снуд тоқып кеткен болатымын. Қосымша бұл шапканың фотосын салып отырамын. Енді бұл снудты ендігі жуу керек. Бұлғанған тұстарына мән бермеңіздер. Бұл менде жаккартпен тоқылған шапка. Міне жаккарттың өрнегі бұл жерде снежинка, қар. Енді әрине қателігін байқап тұрған боларсыздар. Жаккарт өрнегі тартылып кеткен. Ішкі көрінісін енді көрсетейін. Ол жерде мен кішкене түзету жасап жібергенмін. Ішкі көрінісі осындай. Бұл жерде негізі мынау қиылған жіптер. Мына тұста ұзын жіп тұрған менде. Сол ұзын жіптерді мен қатты тартып алдым ба, одан кейін менің өрнегімде тартылып қалған. Және қараңыздар, мен жуған сайын жіп осылай киіз сияқты бір-біріне жабысып қалған. Бұл кашемир, Қытай елінің кашемирі. Қосымша жіптің фотосын тауып жатсам көрсетемін. Бұл жіптен мен жемпір тоққан болатымын тапсырысқа регланмен. Сол жіптерден артылған, сол жемпірден артылған жіптен мен қызыма шапка тоқып бердім. Енді қазір бұл снуд. Бұл жерде мен шапканың тек төменгі бөлігін, яғни резинкасын қайшымен қидым да, және төменгі жағын осындай ақ түсті жіппен жүргізіп шықтым. Енді бұл төмен қарап тұрады куртканың ішінде. Қатты ондай маңыз жоқ, куртканың ішінде тұрады. Қызыма тез арада қажет болғаннан кейін бұл шапка ендігі бізге басымызға кішкене қысады, кішірек болып қалды. Одан кейін қызым уже кимейді. Қызым ендігі кимейді бұл шапканы. Сол себепті құры тұрғанша осылай снуд ретінде киіп тастасын деп жасап бердім. Және мен де өте қуаныштымын. Қызым да риза, мен де риза. Сонымен менің уақытым тағы да жаңа снуд тоқуға емес, басқа бұйымды тоқып аламын. Осымен міне осындай көріністе мүмкін сіздерге де бір пайдалы болып қалар. Киілмей тұрған шапка болса осылай снуд жасап тастауға болады. Жалпы сіздердің қысқы демалыстарыңыз қалай өтті? Мен міне осы соңғы 1-2 күн болды, есімді енді ғана жиып жатырмын. Қалыпты режимға түсіп, уақытлы ұйқыға жатып дегендей, сондай күн тәртібіне келіп жатырмыз.
Сіздерде қалай өтті? Бізде өте құнарлы өтті. Уақытты жеткізе алмадық. Бірде қонақ шақырсақ, қонаққа барамыз, балаларды қыдыртамыз деген сияқты үйде тұрмаудың амалын жасадық. Жалпы өзіме ұнады, өте құнарлы. Тоқуға қатты көп уақыт болмады, бірақ соның өзінде сол демалыс күндері жақсы өткеніне өте қуаныштымын. Бастысы балалардың көтеріңкі көңіл күйі. Жалпы сіздерде барлығы қалай өтті, не жаңалық, қосымша комментарияда жазып кетсеңіздер, бөлісіп отырыңыздар. Осымен менің бүгінгі видеомда аяқталды. Назарыңызға рахмет. Келесі сабақта, видеода кездескенше сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан.